Қалған біздің алдымен 200 миллиондан неге аударыңдар? Қайсыған? Анау бензинге аударыңдар Атырауға. Не болды мынау? Үйбай. Мынау кім даусы? Мынау Көкбайдың үйінен дауыс шығып жатыр ғой? Мынау сол жалмауыз соның дауысы ғой. Дауысы қандай жаман адам. Үйбай, соны айтсайшы. Бұл өзі біздің коллективтегі ең бір жек көретін адам еді. Ой, жек сұрын адам ғой, қайтесіз енді бірақ. Не болып қалған сонда бұған? Ойбай, үйінде біреуі нетіп қалды екен, а? Сен нетіп қалған не сен? Нетіп қалған? Мынау тағы келе. Құр шайын мына бірдеме бар. Бар артынан келіп айтаң. Артынан келіп айтасың ба? Құр шайын барш. Бар кет. Мынау да бір сұрайда болып жетіп келеді ғой. Осында мен ұнатпайын адамымыз. Осында бір жұмыстап қысқартса керек бұны. 50% айлығына қысқартшы. Қатырамыз ба секе оның бәрі? Басеке, мен айтайыншы, кет. Жоқ, айтайын. Кет деді ғой саған, а? Кетейін ба? Кет. Құр деді ғой саған. Ұйың баған жек сұрын. 50% қой қысқа керек қой бұны. 50% емес, мына 100% қысқарт. Қатырамыз ба секе оның бәрін қатырамыз ба? Қайрам бүрігім. Мына бірдеме өлген, мына біреусі өлген. Ойбай, шында да біреусі үйінде. Кет. Сөйлеп айтсаң маған. Сөйлеп айтсаң маған не? Үйің баған. Мынаның мәселесін қара. Вообще 100% қысқартса керек ба секе бұны? Үй оңбаған. Кет. Жоқ деді ғой. Үйің баған. Үйінде өзі бұлай кәрі құртаң біреулер бар ма еді өзі? Ойбай, кемпір шалдың бәрін баяғыда құртып жеп қойды ма емес пе? Енді кім бар үйінде? Бір ұрысқа қатыны бар. Ойбай, онда қатын өлген болды ғой. Қатын өлді, құдай біледі. Ойбай, дауысы қандай жаман. Есту керек, бұған енді мынау өлген, значит өлген. Иә, басеке, ана фирманың атынан $2000 бере салмаймыз ба? Жаба аузыңды. Фирманың құрылған жаңа. Әр біреусі өлген адамдарға қатын өлген 2000-нан бере берсе не болады? Жарайды басеке. $1000 жетеді. Жарайды, ол қатырып жаз $1000 қазір қарасына. Бірақ өте бір жек көретін адам, сондай бір енді оңбаған адам. Жек сұрын адам ғой, қайтесіз енді. Бірге жұмыс істейміз енді басеке. Енді қазақшалап мен қазір көрісейін енді. Бірінші мен енді шыдағым да келмей тұр, бірақ мен бастап көрісіп. Енді амал жоқ енді. Көрісейін, сенен кейін сен көрісейін. Қатырам басеке ол жағын. Кәке, қайырлы болсын кәке. Сабыр едіңіз. Қайран берікем. Неге бізді тастап кеттің Берігім ай. Кәке, сабыр едіңіз кәке. Берігім ай. Сабыр етіңіз. Кәке, енді мына өлмектің артынан өлмек жаттың келеді. Тоқтай тұрайын ба? Тоқтайсыңшы. Мына еркек адамсыз енді. Өз кәліптегі сұмырай адам сондай жақсы адамсыз енді. Сіздің мына қайғыңыз тек қана біздің фирма емес, біздің коллектив емес, біздің ауыл емес, тіпті мен ауданның қайғысы деп те айтырмын даже. Ойбай басеке, аудан түгілі мына облысымызға ортақ болып тұр ғой. Жаба аузыңды. Өйткені тауымыз бөгетіліп, терегіміз сынып тұр ғой. Өйткені берекем өлді ғой. Сабыр етіңіз енді, кәке, сабыр етіңіз енді. Тоқтап жылайын ба? Тоқтап, жасайшы мынау коллектив осындай да ғой, мысалға. Коллектив деген осы жаңадан құрылып атқан коллектив, ішімізде өзіңіз белді қызметкерсіз. Фирмамыздың атына біз еш уақытта кір келтірмеуіміз керек. Біреудің бас ауырып балтыр ұстағанда фирма әрқашанда көмек көру керек. Сондықтан мынау Асыл тұқым берекем. ойбай енді төре тұқымнан болды ғой әлі. Иә, кәке, мынау $1000. Аз да болса көптей көрін. Иә, қазір кассадан барып алыңыз, ана қызға айтсаңыз, менің қолым тұр береді. Әке, мен қол қоймаппын ғой. Иә. Так, мынау қол қойылды, берілсін. Сіз берсеңіз. Жоғалары, кет. Жоғалай. Мынау су маңдаған оңбаған адам мен. Сумаңдаған. Сен де құртамыз артын, мен. Барып жылдам касса алмай тұрғанда алыңыз. Маған ба? Ой, сізге. Енді барып алсаңыз. Маған ба? Сізге деп отырсыз. Аз да болса көптей көрін, тезірек барыңыз енді. Касса жабылып қалады етсе. Ақшаны көрген еш шықты тұр. Басеке. Иә. Басеке, сіз деген нағыз ғаламат, ақылды, данышпан адамсыз ғой. Ал жарайды. Иә. Келді ғой мына. Сен былай тұрсың. Сен бергіш тұрсың. Сен берге тұршы мұнда. Сен оңбаған сен осы қысталғанды қашан қоясың осы? Қашан қоясың мен осы? Осы мен білем мен сенің ойыңды. Осы біз осы фирманы құрғаннан бастап маған қарсысың сен. Алғай менің алдымды кесесің. Неге алдымды кесесің? Сен осы бастап мен сөйлейік, сіздің президент мырза мынау дұрыс емес деп осы. Осы алдымды кесіп көзді құрып сөйлейміз ол жерде. Көзіңді құрып сөйлеймін осы. Болды. Немене сен жаңа адам өліп отырса, ойбай-ау, арыстай әйел өліп отырса,
Оған біз коллективтің атынан көңіл айттым. Соғыз, мен айтайыншы, не айтасың сен? Сен не айтасың осы? Мен сен асықпай тыңдайын үшін. Сен не айтасың? Сен тыңдаймын. Тыңдай да болсын. Болды. Болды. Айт сен қазір. Сен асықпай айт. Айт, бірақ айт. Мен тыңдаймын. Бірақ осыдан кейін өзімді құртам. Сіз нервничать только Басеке. Болды. Енді айтайын десем, жалақымнан айырылып қалам ба деп қорқып. Жалақың емес, өзіңді қызметтен айырыласың. Бұдан былай менің алдымда келсең басаң. Айырыласың ба қандай? Айырыласың. Онда айтып құрайын. Айтып құра. Оңбаған. Жаңағы Қалдыбайдың ана Қалдыбайдың. жаңағы Қалдыбайдың. Иә. Өлгені әйел емес. Ендігі мал өлген енді. Өлді ғой бәрі біреу өлді ғой енді. Енді өлгені оның иті өлген кеше. Не дейді? Иә. Кеше ана машина қағып кеткен. Соған жылап тұр ғой ол. Ол берекен деп жылады ғой жаңа. Иә. Енді иті өзі де ұқсап тұр ғой итіне. Немене? Ойбай. Итінің аты бөрі басар. Ойбай. Басеке. Баған адам бері сондай айтпай тұрсың. Баған адам қайда телефон қайда? Қыз қайда? Әкелі бер телефон. Анау алып кетпесін. Ей, қыз сана кім атып еді ана? Гүля. Ей, Гүля. Саған кім берді ма? Кім еді? Қалқой берді ма? Жаңағы мен қол қойған қағазды ақшам берді. Берілмесін, молодец. Бер. Алып кетті. Неге алып кетті тұр? Сен неге бересің? Сен неге бересің оған? $1000. Өз баран қарашымнан өзің бер деген. Баған. Сонда немене? Сендер неге бер деген соң бере бересіңдер ма? Бере береміз Басеке. Неге бересіңдер оған? Берме бұдан бұлай. Атаңа не? Сен бассың. Неге бересің?